ең қиыны сен көріп тұрып, осындай жағдайды біліп тұрып, бірақ ештеңе істей алмайсың да. Көбірек дұға тілектер керек шығар. Қасиетті Рамазан айына. Құрметті ағайын, осындай қаншама аналар мен балалар бар бізде, қарекетте тіркеліп тұрған. Әрқайсысын осылай естисің, бірақ іштей ішіңмен қынжыласың, қиналып кетесің де, көмектесе алмай кетесің. Сондықтан сіздерден қолдарыңыздан келгенше осы қасиетті Рамазан айында жасаған жақсылықтарыңыз босқа кетпейді ғой, еселеніп сауаппен оралады. Өздеріңіздің денсаулықтарыңызға, келе жатқан пәле жаланы бәрін қайтарады, дерттеріңізге шифа береді, ол садақаның бәрі. Амалдарыңызды еселейді, табыстарыңызды еселейді, садақаларыңыз. Сондықтан осы садақаларыңызды аямаңыздар. Қош келдіңіздер, Алла жар болсын, балапандар. Жылама, қызым, жылама, бәрі дұрыс. Алла шипасын берсін, жеңілдігін берсін. Ең бастысы, бүгін бір қуанышты хабар. Қарекет қайырымдылық қорының 834-ші баспанасын Лунар қарындасымызға табыстайтын боламыз, ардақты ағайын. Баршаңызға көп рахмет, қазақ еліне мен қолдауыңызға өте ризамын. Менің атым Мақсат. Мен Лунар Олжап, менің апам. Қазақ еліме өте ризамын. Және